Сәлем құрметті достар. Асық жасау дегенді мен сіздерге ең оңай түрін көрсететін боламын. Мінекей осындай асық шықты бізде. Так, мінекей мен ешқандай видео дайындаған жоқпын, сол үшін қалай жасағанымды жай сіздерге айтып бере салатын боламын. Мынаған Пеноплекс менде 3 мм 3 сантиметрлік болды ғой, міне осындай қалыңдығы. Осыдан 3 қабаттадым. Осындай форманы өстіп сызып алдым да Пеноплекске, үшеуін бір-біріне жабыстырып, сосын дүп түзу осындай болып шығады. Енді бұны осылай мына жағын томпитып, мына жеріне тоже осылай Пеноплексті осылай жабыстырдым да, бер жағын кесіп, мына жағына тоже бүйтіп жабыстырасың Пеноплексті, и мына жеріне жабыстырасыздар. Одан кейін мына бас жағына жабыстырасыздар. Мына жеріне жұмыртқаның ыдысының жұмсақ жұмыртқаның немесін жабыстырдым. И мына жеріне Пеноплексті жабыстырдым. Сосын кейін қағаз скотчпен орап тастадым. Қағаз скотчпен орап тастадым. Сосын кейін қағаз скотчпен ораған соң қағаз скотчты ашып, ақырын мына жерін томпайтып, мына жерді томпайту үшін ішіне жұмыртқаның қағазын салдым, ішіне томпайтып тұру үшін. Одан кейін қағаз скотчпен орап тастадым. Осындай форма шықты, әппақ болып. Сосын оның сыртын фольгамен орадым. Осылай жылдыр болған әлдеқайда әдемі көрінеді екен. Фольгамен орадым. Фольганы ораған соң оны ұстасаң былай жыртылып қалады. Сол үшін жыртылмас үшін сыртын скотчтап тастадым. Енді мінекей осындай әдемі асық пайда болды. Кәделеріңізге жарасын, жасап көріңіздер, оңай.